Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің сабағымыз сіздер үшін өте тиімді. Қазіргі креативті презентациялар жасау, креативті видео слайдтар жасау сәнге айланып өзіміздің сабақтарымызды қызықты етіп өтуге тырысамыз. Сондықтан сіздермен осындай креативті презентациялармен таныстырып өткім келеді. Ол үшін сіздер қалаған браузерге gmail.ly деп жазсаңыздар болады, және оның бірінші жолағының үстінен басасыздар. Енді бұл слайдтар, бұл сайттардың бәрі ағылшын тілінде болғандықтан сіздер қалаған жерге мышканың оң жағын басып осы тілге ауыстырып алсаңыздар болады. Сонда орыс тілге ауысады. Міне, орыс тілге ауысты. Енді сіздер бұл жерде тіркеліп алуларыңыз керек. Болмаса бұл сайтқа тіркеліп алу өте тиімді, алгоритм жолы да оңай. Сол тіркеліп болған соң, мен өзім тіркеліп алғам, начать сейчас деген бесплатно дегенді басасыздар. Сол көріп тұрғандарыңыздай осындай терезелер ашылады. Бұл терезеде бізге ең бірінші тиімді болатұғын қазір мен сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Бұны тағы әр бет ашқан сайын бұл өзгеріп отырады ағылшын тіліне. Сондықтан сіздер тиімді болып осы мышканың қалаған жерінен оң жағынан басып қалаған терезені орыс тілге ауыстырып отырсаңыздар болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай бәрі ауысып шықты. Осы жерден өздерің асықпай практикалық жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Енді мен сіздерге осы жердегі презентациялармен таныстырып кетемін. Презентацияны жасауға болады, инфографиканы жасауға болады, геймификацияны жасауға болады, гидтер жасауға болады және видео слайдтар жасауға болады. Енді мен сіздерге презентация жасау жолын көрсетейін. Әр бет жаңа айтып өткендей ауысқан сайын қалаған жеріне барып мышканың оң жағын басып тілдеріңізге ауыстырып алсаңыздар болады. Міне, сол жағына мән беріп қарасаңыздар барлық жазулар жазылып тұр. Слайдтар, қандай слайд керек бәрі көрсетілген. Міне, енді біздің презентацияға осындай түрге кірдік. Осы жерден енді қарап отырсаңыздар, бұл ағылшын тілінде жазылған, және мына премиум деген сөз тұр ғой, бұның бәрі ақылы версия. Сондықтан оған кірудің қажеті жоқ. Бізге осы жерде тегін ақсыз презентацияларда өте көп. Енді мен сіздерге қазіргі таңда өздері әдемі болып көрсетіп, сабағымыздың әдемі шығып, балдарымыз жоғары білім алғысы келеді, қызықтырып өткіміз келеді, өзімізше бәрімізде. Сондықтан осы жерден пайдалансаңыздар болады. Мен мысалы мына презентацияның үстін басып көрейін. Осындай бет ашылады, және мел и доска презентация дейді. Болмаса тақтада бормен жазылатұғын презентация өзінің анимациясымен. Ол жерде использовать этот шаблонды басасыздар. Сол кезде осындай шаблондар ашылады. Енді қарасаңыздар, бұл жерде 29 слайд тұр. Бізге бұның бәрі керек емес, өзімізге керек 5-6 или 10 болама қалаған. Болмаса қаласаңыздар, бәрі керек десеңіздер, всені бассаңыздар болады. Маған бәрі керек емес, сондықтан өзіме керекті алу үшін осы слайдтың үстінен басып, контролды басып қоямыз перне тақтадағы, және керек жерін ғана аламын. Мен енді сіздер өздеріңіз көресіздер қалаған. Осы жерден міне мынаны алам, мынаны және мынаны, және добавлять етемін. Кішкене күте тұрамыз. Міне дайындалып жатыр. Міне біздің осындай қадімгі презентациямыз PowerPoint жасаған сияқты осылай сол жағына түседі. Енді бұл жерде өздеріңіз қарасаңыздар, курсорда апарған сайын міне үзік-үзік сызықтар, бұл деген өзгертуге болады деген сөз. Бұның үстінен барып, мына жерден белгілеп алып, өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Мысалы, мен информатика пәнінен сабақ беретін болғансын, информатика деп жазайын.
информатика пәні болмаса информатика пәні дейін. Және мына жерге өзіміздің қандай сабақ өткіміз келеді болмаса аты жөнімізді жазғымыз келеме осыларды жазып қоямыз. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Қандай ашық сабақ өтесіздер, өздеріңіз соған қарап жазып аласыздар. Бұл жерде міне көріп тұрғандарыңыздай неден шығып кеттік, мынандай қылып ашып астына түсіріп қоюға да болады. Енді мен мынаны кәдімгі Word-та істеген сияқты редактировать ете аламын. Міне мынандай қылып өзім қолдан қойсам болады. Бәріміз білеміз, жоғары жағында міне әртүрлі шрифтта жазуға болады, өзгертуге болады, ортасына қоюға болады. Мына жерде енді мектептеріңізді атын жазсаңыздар болады, болмаса ашық сабақ деп жазсаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің сабақтарыңызға қарайсыздар. Ашық сабақ. Енді келесі бетке кеттік. Келесі бетте енді мына жерде сіз жаңағы қалаған, мысалы, ойын түрінде өткізіп жатырсыз ба, болмаса тақырыпта өтіп жатыр, сол бойынша міне 12 түрі беріліп тұр, 12 түрін жазуыңызға болады. Мысалы, мен мына жерде сабақтың мақсаты деп жазайын. Сабақтың мақсаты. Енді сіздерге түсінікті болу үшін жазып отырмын. Бұны осылай өздеріңіз жазасыздар. Және мына жерге әртүрлі бірінші ережеде не көрсеткіңіз келеді, екіншісінде міне бассаңыздар бәріне жазылып тұрады, көрсетіліп тұрады. Енді келесіде осы бірінші не айтқыңыз келеді, мысалы сабақты дұрыс түсіндіру, болмаса ойын ретінде, болмаса амандасу, сәлемдесу деп жазсаңыздар болады. Сәлемдесу, болмаса сыныпты түгендеу, болмаса өздеріңіздің сабағыңыз бойынша не айтқыларыңыз келеді, соны жазуға болады. Мысалы, мен мына жерде информатика пәні нені үйретеді деп жазайын, мысалда. Енді өздеріңіз ары қарап үйретеді. Осылай жаза бересіздер, қалаған неңізді. Енді мына жерде де осылай, мына жерге бір сурет қоюға болады. Мына жерде мына сөзді бассаңыздар, мына жерде компьютеріңіздің, өзіңіздің компьютеріңіздің суреті шығады, және мына үстін бассаңыз, загрузить етіп алуыңызға болады қалаған суретті. Мысалы, осылай көрсете салайын енді сіздерге. Және бұл загрузкамен жүреді. Сол кезде өзіңіз, міне, көрдіңіз ба? Тағы қосымша сурет алуға болады. Маған артық сурет керек емес қазірше. Мынаны басамыз. Және өзіміздің суретімізді Word сияқты үлкейтіп алуға болады, кішірейтіп алуға болады. Оның бәрі өзіңізге байланысты. Анық сурет көрінсе болды. Енді мына жерде қандай сурет бейнеленген, мысалда, енді мен мысал алып жатырмын, мына жерге сурет бойынша сөйле, болмаса. Әртүрлі осылай жазуға болады. Мына жерде енді осыны не істеу керек, уақыт қоюыңызға болады. 5 минут, 3 минут айту керек болсын, мысалы. Айту керек болсын, осылай жаза саламыз. Енді мына жерде де міне балдардың суретін жазып жатыр. Мына жерге бұл қандай сурет, болмаса балдар суретті талдайық деген сияқты. Суретті талдау. Мен сіздерге енді тағы қайталап айтып жатырмын. Осыны өздеріңіз қалап жазасыздар. Түсінікті болу үшін түсіндіріп жатырмын. Мысалы, білім алушы тілінде сөйлеу. Білім алушы тілінде сөйлеу. Осылай жазып қоясыздар. Енді мынау бәрі жазылып болды. Сіз мынаның үстіне барып қалаған
жеріне басып орыс тіліне қойсаңыздар болады. Сол кезде міне осындай бет шығады. Бұны алу үшін біз бұл онлайн сервис болғандықтан сіздер поделиться бөлімін басып, сол жерде публичный онлайн дегенді алсаңыздар болады міне. Және осы жерде бізге қазір сілтемесін берді. Осыны копировать етіп аламыз. Және осыны қалаған немізге апарып көрсетуімізге болады. Мысалы, бұл жерде қалаған бір браузерге апарып, өзіміздің алған жаңа копировка алдық қой, соны қойып, не жасағанымызды көрсек болады. Информатика пәні осылай сіздерге әдемі болып шығады деген ойдамын. Сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Міне, осыны жазып болғаннан кейін, мына жерде 3 бұрыш бар ғой, соны басып отырасыздар. Сол кезде осылай әр бетіңіз ауысып отырады. Себебі ашық сабақ өткен кезде уақытқа қою тиімді деп ойламаймын. Осылай өзіңіз басып, емін еркін сабақ өткенді мен өзім солай ұнатамын. Егер уақытқа қойсам, ол жерде қандай ситуация болады білмеймін. Сондықтан осылай мен уақытқа қоймаймын, өзі шығады. Әр түрлі сол. Енді бұлардың бәрін сіздерге мен тек мысал ретінде көрсеттім. Өздеріңіз әдемі етіп жазып шығарасыздар. Міне осы слайдымыз бұл презентация. Енді сіздерге видео түрін көрсетейін. Мысалы, бұл видео түрі де тура осылай. Осыны басасыздар. Және мына жерде әрқайсының музыкасы шығып тұрады. Ең айырмашылығы екеуінің тек осыны қоя саласыздар. Және ары қарай музыкасын қоясыз. Екеуінің разницасы музыкада. Бұл өзі анимация жүріп тұрады. Бүгінгі сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Әрбір сабақтарыңыз көңілді, білім беріп жатқан білім алушыларыңыз сауатты болып шықсын. Өздеріңіз заманауи мұғалім болыңыздар, ұстаз болыңыздар. Сондықтан осы сабағымды аяқтаймын. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақтарында көрішкенше сау саламат болыңыздар.